Сәлем, баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода сіздермен бірге мен Мөлдір Бақытжанқызы, отбасы банк қызметкері. Сіздерге бұл видеода бірінші, екінші топ мүмкіндігі шектеулі жандарға арнағым келіп отыр осы видеоны. Ол кісілер қалай конкурсқа қатысып үй ала алады. Өкінішке орай бірінші топ мүмкіндігі шектеулі жандар ол кісілерде ипотека оформлениясы жоқ. Яғни ол кісілер полный выкуппен алу керек. Оның алдында да айтып жатырмын, естіген болсаңыздар, видеоны көрген болсаңыздар. Енді бүгінгі жаңалығым, бүгінгі жақсы хабарламам, екінші топ мүмкіндігі шектеулі жан категориясына жатсаңыздар, онда ол кісілер ипотекаға үй алатын болды. Яғни бұрында да алған болатын, қазір де біраз уақытқа дейін шектеп тастады, бірақ қазір қайтадан іске қосты. Яғни ол кісілер де созаемщик арқылы, яғни қасына гарант кепілдік болатын адам арқылы үй алады ипотекаға. Өзінің алатын жәрдемақысын доход етіп көрсетеміз, және де қасына төлесетін адам болу керек документально. Ол адам міндетті түрде. Және де бізде білесіздер, ипотека бойынша гарантты бір жылдан кейін ауыстыруға, я болмаса мүлдем алып тастауға болады, егер де өз доход көзіңіз жеткілікті екендігін растасаңыз. Яғни бірақ та мына мүмкіндігі шектеулі категория мен өткен жандар олай істей алмайды, өкінішке орай. Ипотека толық бітпейінше өзіне кепілдік болған адамды кепілдіктен алып тастай алмайды. Яғни ол кісі созаемщиктен түсіп қала алмайды, немесе ауыстыра алмайды деген сияқты. Өйткені ол кісі заемщикпен бірге алып жатқан адаммен бірге жауапты кісі. Бұл кісілер о баста қалай жауапты болса, ипотека барысында, ипотека біткенше солай жауапты тұлға болып саналады. Басқа кісілер сияқты ауыстырып, я болмаса мүлдем алып тастау мүмкіндігі бұл жерде жоқ. Осыны ескерте кетейін дегем. Олай болса, бұйырса өте жазда, аз ғана уақыт қалды. Тағы да 2-10-20 бағдарламасы ашылады. Соған депозит ашыңыздар. Мүмкіндігі шектеулі жандар, депозиттеріңіз жоқ болса, депозит ашыңыздар, қатысыңыздар. Даже сіздерге бірінші топ мүмкіндігі шектеулі жан болсаңыз да, мен оған өзіңізге сәйкес келетін бағдарламаны, я болмаса сәйкес алуға болатын жолдарын айталамын. Егер сіз сол санатқа жатсаңыз, немесе сондай бір таныстарыңыз болса, осы видеоны бөлісіп қойыңыздар. Менің жекеме WhatsApp номеріме шықсын, ол кісілерге өздеріне тиімді жолдарын айтып беретін боламын. Ал екінші группаға жатсаңыздар, екінші топ мүмкіндігі шектеулі жандар санатына жатсаңыз, онда сіз міндетті түрде осы жақын арада болатын 2-10-20 бағдарламасына қатысу керексіз. Қатысу үшін депозит міндетті түрде болу керек. Және сіздерге алғашқы жарнаны мемлекет береді, білесіздер, акимат береді. Ары қарай сіздер өздеріңіздің алатын жәрдемақыларыңызды доход етіп көрсетіп, қастарыңызға сіздерге кепілдік болатын адамды дайындай беріңіздер. Программаға қалай қатысу керек, қашан басталады, қалай келу керек, не істеу керек, депозитті қалай ашсақ болады десеңіздер, депозитті менен де ашсаңыздар болады. Онлайн сіздерге ашып беремін, онлайн сопровождение жасап беремін, барлығы тегін. Сондықтан жазыңыздар, кеңес алыңыздар. Осылай енді білмеймін, Семей қаласынан болсаңыздар, міндетті түрде жазыңыздар. Мен отыратын кеңес беру орталығына келіңіздер. Біз сіздерге толық схемасын сызып береміз, түсіндіріп береміз, айтып береміз. Қай уақытта келу керек, қандай құжатпен келу керек, барлығын айтамыз. Егер де сіз екінші топ мүмкіндігі шектеулі санатқа жатсаңыз, егер де сіз бірінші топ мүмкіндігі шектеулі санатқа жатсаңыз, онда сіз келіп кеңес алыңыз. Өзіңізге ипотекадан бөлек қандай бағдарламалар бар, немесе қандай баспаналы болу жолдары барын келіп біле аласыз кеңес беру орталығынан. Сондықтан біз сіздерді Семей қаласы Абай 124 көшесінде орналасқан кеңес беру орталығында күтеміз. Міндетті түрде келіңіздер, кеңес алыңыздар, биылғы жылда үйлі болыңыздар.